үнді елін билеген Қыпшақ қызы. Қыпшақ қызы Рәзия мұсылман әлемінде бірінші рет түгелдей бір сұлтанаттың билігін қолына алады. Үнді елінде үлкен резонанс тудырған бұл биліктің басы былай болған. Ұлы дала ұландары Үндістанды 12 ғасырда жаулап алып, 200 жыл бойы билік құрған. Түркілердің үнді елін билеп төстеуі Кутуп-ад-Дин Айбектен басталады. Кутуп-ад-Дин Айбек 12 ғасырда Дели сұлтанатының негізін қалап, Дели шаһарын астанасы етеді. Сол кездің тарихи жәдігерлері осы күнге дейін сақталған және Делиде үлкен Қыпшақ ауданы да бар. Дели сұлтанатының билігі толығымен қыпшақтардың қолында болады. Ұлы дала оғландары мемлекетін Моңғол шапқыншылығынан да қорғап қалады. Сол билеушілердің арасындағы ең ерегі болашақ патшайым Рәзияның әкесі Елтұтмыш сұлтан. Теңге сарайын ашып, медицинаны дамытқан және жемқорлықты түп тамырымен жойып жіберген Елтұтмыш сұлтанның бірнеше ұлы болған. Алайда ұлдарынан ұлы боп туған қыз перзенті Рәзия жастайынан зерек, білімге құмар боп өседі. Сұлтанның ұлдары той-тойлап көңіл көтеруден босамай жүргенде Рәзия білім алып, әскери істі меңгереді. Елтұтмыш Рәзияны мемлекет ісіне ертеден араластыра бастайды және әкесі жоқта ел билігі сұлтанның ұлдарында емес, Рәзияның қолында болады. Елтұтмыш сұлтан өлім аузында жатқанда Рәзияны мұрагері деп танып, билік тізгінін қызына табыстайды. Осылайша Рәзия патриархалды мұсылман әлемінде бірінші рет түгелдей бір сұлтанаттың билеушісі болады. Әйел адамның аса бір құқығы да болмаған үнді елінде Рәзияның сұлтан болуы үлкен резонанс тудырады. Дегенмен түркі халықтары үшін бұл қалыпты жағдай еді. Томирис патшайым заманынан бері түркі әйелдері ел ісіне араласып, билікті қолына алып отырған. Рәзия сұлтанды тақтан тайдырмақ болғандар көп еді. Бірнеше рет қаскөйлер Рәзияны астыртын өлтірмекте болған. Нәтижесінде Елтұтмыштың ұлы Фируз билікті қолына тартып алады. Алайда Фируз сұлтан билігі ұзаққа созылмады. Рәзия жұма намазы кезінде қала алаңына шығып, елін төрге шығарған Елтұтмыш сұлтанның соңғы тілегі Рәзияның таққа отыруы болғанын, көңіл көтеруден басқа дүниені құп көрмейтін Фируз сұлтан Елтұтмыштың тұғырға қондырған елін құрдымға жіберетінін айтып, халыққа үндеу жасайды. Сөздерін халқының жүрегіне жеткізе білген Рәзия үлкен қолдауға ие бола бастайды. Көп ұзамай билік басындағы Фируз сұлтанды тақтан тайдырып, әкесі мұра еткен сұлтанаттың билеушісі болады. Әйелге бағынғысы келмеген әмірлер бірінің артынан бірі көтеріліс жасап, Делиді қоршап алады. Дегенмен Рәзия сұлтан мінсіз дала дипломатиясының арқасында әмірлердің басым бөлігін өз жағына аударып, қауіптің бетін қайтарады. Билік тізгінін толықтай қолына алған Рәзия сұлтан әкесінің ісін жалғастырып, ғылым мен мәдениеттің дамуына баса назар аударады. Сауда-саттықты жолға қойып, әкесінің әділ билік жүйесін қалпына келтіреді. Ел басына күн туған шақта Рәзия сұлтан Қыпшақ қыздарына тән менерде атқа қонып, әскерімен бірге жауға шабады.